Әке, саусақтарым. Азамат есік алдында тұрған жаңа мерседесімен бір шаруасын тындырып келмек болып тысқа шығады. Бір кезде машина тұрған жақтан тарс еткен дауыс шығады. Не боп қалды деп қараса, өзінің 3 жасар баласы қолына ұзын темір алып, машинаның алдыңғы әйнегін сындырып қойғанын көреді. Ашуы шыққан әке әлгі темірмен баласының қолынан ұра бастайды. Қатты ашуланған болуы керек, көзіне ештеңе көрінбейді. Қанша уақыт ұрғаны да білмейді. Бір кезде баласының қолынан қан саулап шыға келгенде ғана есін жинайды. Қан тоқтамағандықтан баланы ауруханаға апаруға мәжбүр болады. Дәрігерлер баланың саусақтарының қатты жарақаттанғанын көріп, аман алып қалудың шарасын жасауға кірісті. Бірақ кіп-кішкентай баланың нәзік саусақтарының сүйегі майдаланып кеткен еді. Амалсыз саусақтарын кесуге тура келді. Бала ауыр операциядан кейін есін жинағанда қолынан аппақ дәке оралғанын көреді. Әкесіне жәутеңге қарап, әке, енді мені докторға әкелмеңізші. Сіздің машинаңызды бүлдіргенім үшін кешіріңіз. Енді болай істемеймін, дейді мұңайып. Сосын, әке, саусақтарым жаңадан шығады ма? Деп жыламсырап сұрайды. Баласының даусын естіген әке өзін ұстай алмай жылап жіберді де сыртқа шығып кетті. Мұндай дүгіркілікке барған әке қатесін түсініп, ақыры шыдай алмай өз-өзіне қол жұмсап қайтыс болады. Жақсы көретін адамға қарсы сабырыңыз таусылса, ашуға берілмей тұрып, жақсылап ойланып алыңыз. Мерседес жөнделеді, бірақ сынған саусақтар мен жаралы жүректер ешқашан бұрынғы қалпына келмейді. Адамдар қателеседі, бірақ ашу мен ызаға булығып істеген істер адамды өмірінің соңына дейін қинауы мүмкін. Ойланып әрекет қылайық, сабырлы болайық.